Армысыздар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен мынандай кішкентай сумочка тоқимыз. Бұл бізде телефон салып жүргенде, карточка, кілт салып жүргенде өте ыңғайлы. Мына сумка менде магнитпен. Қазір біз мына түстен тоқимыз. Керек материалдарды айтып жіберейін. Мынау еловый деген түс, Зефирка фирмасының жібі. Бір моток жетеді. 6 нөмірлік крючок керек болады бізге. Сосын магнит, егер қаласаңыз. Мен мына сумкаға мынандай замок қоймақшымын. Портфельный замок кәдімгі. И мынандай кольцо карабин. Мынаған қосып цеп тоқимын. Немесе мынандай просто карабин сатып алсаңыздар болады. Ең бірінші жіпті шығарамыз. Сосын бұлай бір рет тартып алыңыздар. Қатты емес. Себебі қалында жіп кішкене растягивает. Осылай. Бір созас болды. Осылай кішкене созып алыңыздар. Тоқыманы бастаймыз. Қараңыз, жіпті былай ұстаймыз. Ортаңғы саусақ ортада, қысқа жағы мына жақта, жіптің. Енді ұстайсыз да осылай. Жіпті бір айналдырасыз. Крючокты артынан кіргізесіз былай. То есть мына жақтан да. Жіп бетіп бір айналдырасыз қолыңызды. И мына ұзын жіп бар ғой, рабочая нить. Соны былай шығарамыз. Мына қысқа жіп қалды. Мына бірінші петля болады бізде. Бір, осылай 8 істейміз. Тағы да жетеу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля. Енді осыны былай айналдырсаңыз, артында мына перемычкалар бар. Осы перемычкалардан тоқимыз. Қараңыз. Біріншісін қалдырасыз, тоқымаймыз. И мына екіншісінен бастаймыз. Кіргіздік крючокты. Жіпті шығарасыз. Кәдімгі столбик без накида. И тағы бір шығарамыз екеуінен. Біреу, екіншісіне. Үш. 4. 5. 6. Алтау істейміз. Енді міне мына өріліп тұр ғой, ең соңғы петля бізде. Осыны мынадан аламыз да. Міне, мынаны аламыз да. Тек қана бір қабат, осыған үшеу тоқимыз. Мынаған бір-біреуден тоқып шықтық қой, тура солай үшеу қараңыз. 1. Қайтадан тура осыған кіргіземіз. 2. И тағы да осыған бір рет. 3. Ары қарай. Қараңыз, мынау бізде бірінші, петля тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтау тоқимыз. Біріншісіне кіргіземіз. Ана қысқа жіпті осы жерде мына осылай крючоктың үстіне кіргізесіз. Сонда ішіне кіріп кетеді, тоқығанда қараңыз. 1. Екіншісіне кіргіземіз. Мына қысқасы қалады бер жағында. 2. 3. 4. 5. 6. Өріліп тұрған бір петля ғой, білесіздер. Осыған кіргіземіз. Осындай овал шығады сізде. Енді мына жерде бізде бұрышта бір петля бар, көріп тұрсыздар. Соның мына екеуіне де емес, артқысына біреуіне кіргіземіз. Бұлайына. Біреуі іште қалады да. Осыған осы жерге үшеу тоқимыз тағы да. Қараңыз. 1,
тура осыған кіргіземіз. 2 и тағы бір рет осыған кіргіземіз. 3. Осы жерде енді біз петля санын санағанда 18 шығу керек. Қараңыз, бірге санайық. Мына бір өріліп тұрған бір петля болып саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Қазір енді мына жерде соединение жасаймыз. Ол үшін жіпті кішкене шығарып аламыз. Қараңыз, мына бірінші петля, екінші петляның артқы жағынан крючокты кіргіземіз былай. И мынаны аламыз, осыған кіргіземіз, шығарамыз, то есть былай. Былай шығады сізде. Енді мына петля мен ортасында мынандай бір көресіздер тоқығанда. Осыған крючокты кіргіземіз да, жіпті тартамыз былай. Осы жерден жіпті ілеміз, қараңыз. Жіпті ілеміз. Былай бір шығарамыз. И тағы бір воздушный петля былай істейміз. Болды. Мынау бізде келесі қатардың бірінші петлясы болып саналады. Ары қарай қыздар 5 столбик без накида тоқимыз. 5 петляға міне. Біріншісі, я. 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай бізде мына уголда 3 петля бар, я. Соның әрқайсысына екеуден тоқимыз. Қараңыз, мына біріншісі. 1. Тура осыған қайтадан кіргізіп, екіншісін тоқимыз. 2. Келесі петля. 1. Тура осыған. 2. И келесі петля. 1. 2. Сонда 3 петляға біз 6 тоқыдық. Ары қарай мына жерде 6 петля тоқимыз. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Енді мына бұрышта авал бізде 3 петля бар. Осыған жаңа тура мына жақтағы сияқты әрқайсысына екеуден тоқимыз. 2, 2, 2, сонда 6 тоқимыз. Біріншісі, я, бірінші петля. 1. Ой, тура осыған кіргіземіз. 2. Келесі петляға 2. 1. 2. Келесіне тағы да 2. 1. 2. Так, міне келесі қатарымыз бітті, осы қатарымыз. Осы жерде 24 болу керек бізде. Қараңыз, бірге санаймыз. 1, мына петляға саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Қараңыз, енді мына қатарды жабамыз. Тура жаңағы бірінші сияқты. Бірінші петляны тастаймыз, мына петляны. Екіншісінің артынан крючокты кіргіземіз. Жіпті аламыз да, іліп шығарамыз. Мына жерден кіргіземіз. Мына петля емес, бір ғана қатар. Алдық. Мына кіргіземіз да, жіпті тартамыз. И жіпті қайтадан крючокқа іліп, осы екеуінен шығарамыз. 1,
2. Міне. Үстемізді бір воздушный петля жасаймыз. Міне. Болды. Ары қарай 3-ші қатар кетеді бізде. Қараңыздар. Мына бізде болды. Қосатын жерін қосып болдық та. Енді еш нәрсе өзгертпей, әр петляға бір-біреуден тоқи береміз. Сонда мынау бізде қазір былай жиналады. Сумканың түбі де қазір былай көтеріледі. Ешқандай өзгеріссіз телефон немесе өзіңіздің қалауыңыздың ұзындығына қарай тоқып шықсаңыз болады. Мысалы, менде мына сумка 14 қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мына түбі мына жер бізде. Қаласаңыз 13 немесе 14 стандарт болады, 13 или 14 қатар тоқып шығамыз. Мұны қараңыз. Мен 13 қатар тоқыдым. Мына бізде донышка болды. Мынадан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Енді қараңыз. Бітті, ең соңғы жері. Осы жерден жіпті қырқамыз. Жіпті қырықтып, шығарамыз полностью. Енді мынаны бағана былай қарай істедік қой, соединение. Бұл жолы бетіп алдынан кіргізесіз, да? Мына жіпті шығарамыз. Енді сумканың ішін қарайсыз, да? Енді мына біздікі қазір мынау, жіп көріп тұрсыздар. Мынау алдыңғы петля бар. Қазір осыдан біз крючокты шығаруымыз керек. Мынамен, мынадан, екеуінен. Bir, екі. Так. Жіпті тартамыз да, и осыдан шығарамыз. Сонда көрдіңіз ба, петля сияқты болып шыға келді төбесі. Енді мына жіпті жасырып жібереміз. Қалай? Кез келген жақын жердегі петляға кіргізесіз да, жіпті шығара аласыз. Жетіп қалатын шығар. Жіпті қырқамыз. Ішіне кіргізіп істесек те болады. В принципе, былай істейміз да. Ішінен қырқа саламыз былай. Білінбейді ішіне. Сіздер енді сумканы клапанын тоқуға көшеміз. Ол үшін жіпті бір былай тартып аламыз. Жаңағыдай. Сосын қараңыз. Где-то бір 20-30 сантиметрдей аламыз да мына жіпті. Бағана басында кішкентай қылып алдық қой былай. Сол сияқты мына жерде 20-30 аламыз. Қазір түсіндіремін, не үшін екен. Қараңыз, жіпті былай ұстаймыз. Мына жаңағы кончик арғы жағында тұрады. Сосын былай ұстайсыздар. Кончик мына бетінде, ұзын жіп мына бетінде рабочий нит. Арты жағынан крючокты кіргіземіз. Бір бұраймыз и жіпті шығарамыз. Мына кончик бер жағында қалды сізде. Рабочий нитпен ары қарай жалғастырамыз. Біріншісі общий 10 жасаймыз. Қараңыз. Бірінші воздушная петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 воздушная петля жасадық. Тағы біреуін жасаймыз. Ол петля подъема болады. Общий 11. Бұрамыз былай қарата. Бұрған кезде артында перемычкалар бар, білесіздер, мына жерлер. Осылардан тоқимыз, қараңыз. Біріншісін қалдырамыз, тоқымаймыз біріншісін, и міне екіншісінен бастаймыз. Бір. Екі. Үш. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 тоқимыз, 10 қатар тоқыдық. Енді әр қатардың соңында бір воздушный петля жасайсыздар. Бос ілмек тоқыманы бұрамыз да, ары қарай міне тура осы петляларға мына жерге дейін 10 петля тағы да тоқимыз. 10 столбик. Міне біріншісі, екі, үш, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10 тоқыдық. Воздушный петля жасаймыз біреу. Тоқыманы бұрамыз да, тағы да тура осылай еш жерін өзгертпейміз. Ұмытып кетпейтіні, әр қатар біткен соң бір воздушный петля жасап отырамыз. Осылай общий 10 қатар тоқымыз керек. Біз қазір 2-ін тоқыдық, енді тағы оң жағы болады, теріс жағы болады. Болды, клапанды жасадық. Енді мынаны жалғаймыз. Основной полотноға. Қазір. Енді қыздар қараңыз, мынау бізде теріс жағы болады, сумканың ішкі. Мынау сыртқы жағы болады. Енді төбеден қарағанда бізде былай тұр, авал. Осыны примерно біз тура ортасын тауып аламыз, клапан жалғағанға. Где-то осы жерлер болады. И мысалы міне бірінші петляға кіргіземіз крючокты. Мынау бізде клапан. Так, клапанның оң жағы, мынау теріс жағы. И қараңыз, мынау оң жағын ішіне қаратамыз. Себебі біз қазір жалғаймыз, ол былай жабылады ғой бізде. И теріс жағы сыртта тұрады. Қараңыз, кіргіздік, мына жіпті осы жерден бір шығара аламыз. Қайтадан тура осыған кіргіземіз да, мына жақта да тура осыған кіргіземіз. Ең шеткі петляларды екі реттен істейміз. Міне. Бұл жер тоқыма емес, просто соединить етіп шығуымыз керек. Бір-бірімен ше. Екіншісіне кіргіземіз. Так, мына жақта екіншісіне кіргіземіз да. Жіпті тағы етіп шығарамыз, екеуінен бірге. Үшінші петля. Төрт. Yes. Клапан шығады. Енді мынаны жіпті жасырып жіберуіміз керек. Так, оны сыртына шығарып алсаңыздар оңайырақ болады. Қыздар, енді біз сумканы ремешогын тоқимыз. Былай иыққа асып, қараңыз, сол үшін кішкене 120 сантиметрдей жіпті алып қаламыз бер жағына, жаңағыдай. И қараңыз, жіпті ар жағына ұстаңыз. Мынаны бір-бір созып аласыз. Былай ұстаймыз жіпті. Қысқа жағы мына жақта.
крючок кіргіземіз да, бұрамыз и шығарамыз. Шығарған жібіңіз рабочая нить болу керек, мынау қысқа болмау керек. Міне біріншісі, иә, бірінші петля. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай жалпы 111 воздушный петля жасаймыз. Ол енді ұзындыққа қарайды, сумканы асылған кезде қалай 100 немесе 101 немесе 111 жасайсыз. Мен жағдайымда мен 111 жасаймын, 10 жасалды, енді 101 жасаймын тағы да. Міне қыздар, мені тоқтым мен. Мынаны сіз өзіңіз былай иығыңызға асып көрсеңіз болады да, сондай ұзындықта болады. Бірақ кішкене қысқарады, қазір тағы тоқимыз ғой. Егер кішкентай қызға болатын болса, бұл сумка 100 қатар жетеді. Так, енді қараңыз міне. Артқа қаратамыз да, перемычкаларына тоқып шығамыз. Обычно, бірақ та бұл жерде айырмашылығы қараңыз. Біріншісін қалдырдық, екіншісін тоқимыз. Жіпті шығарамыз да. Жаңағыдай мынаны қайтып іліп шығармаймыз. Жіпті бір шығардық, осы жіпті қайтадан шығара саламыз. Полустолбик деп аталады бұл. Міне. Кіргіздік, жіпті шығардық, осы жіпті қайтадан шығарамыз. Көрдіңіз ба, уже қысқарады мына ұзындығы. Міне. Кіргізді, шығардық, мына жіпке тиіспейміз, осыны былай шығарамыз. Полустолбик. Осылай істей береміз. Осылай қатардың соңына дейін біз екіншісінен бастадық, сонда менде 110 болады. Санаудың қажеті жоқ енді оны. Просто іс жерді алып тастамай, қоспай, әрбір перемычкаға осылай істеп кете бересіз. Міне біз екінші қатарын біттік тоқыманы. Егер сіздерге осылай ұнаса, осы қалыңдық, осылай қалдырсаңыздар болады ремешокты. Бір қатар, екі қатар, мен 3 қатар тоқимын, тағы бір қатар. То есть қараңыз. Бір воздушный петля жасаймын. Тоқыманы бұрамыз да. Петля тұр ғой. Өрілген, е? 1, 2. Соның сыртқысынан тоқысақ. То есть бағаналы бері біз тек бұлай тоқып келдік қой, барлығы жерді ше, бұлайынан екеуді алып. Ручкада біреуден алып тоқысаңыз болады. Просто өзгешелік жаңа нәрсе көрсетейін деп жатқаным. Біреуіне ғана кіргізесіз, жіпті шығарасыз, мына жіпті ілмейсіз, тура бағанадай полустолбик. Келесі кіргіземіз, жіпті шығарамыз, тағы бір рет шығарамыз. Сюда осылай шығады. Осылай қатардың соңына дейін тоқимыз, сонымен болды. И карабинге жалғаймыз. Так, міне қыздар, мен біттім. Енді мына жерден қырқамыз жіпті. Кішкене ұзындау болып алыңыз да. Жіпті шығарамыз. Енді мындай кольцо карабин. Осыған мына жеріне жалғаймыз, жіпті қараңыз. Просто қоямыз, қалай ыңғайлы сізге, былай істесеңіз де болады. Екі-үш неден кіргізіп нетіп аламыз, жіпті шығарып аламыз. И мына жіпті
айналдырамыз да. Енді екінші жағын тура солай істейсіздер. Ұшына жеп бар, бұл жерге. Мына қойсыздар да, былай кіргізіп, шығарып, айналдырып, 2-3 не жасайсыздар болды. Қыздар, қазір сумканың замогын орнатамыз. Мен бірінші айтып кетейін, не істейміз, я? Аламыз мені. Қараңыз, мына жерде болттар тұр ғой. Осыны қазір қайшымен бұрап шығарып аламын да. Сосын шығарған соң мына жерге кіргіземіз. Егер мынау кірмей жатса, қалың болып. Мындай қысатын нәрселермен, өзіңіз немесе қолмен осылай қысып, жіңішкертіп аламыз басын. Сосын мынаны кіргіземіз да, и артынан болттарын қайтып бұрап шығамыз. Одан кейін замоктың артқы жағы осыны аламыз да, бұлай тура келетін жеріне кіргізіп жауып қоямыз.